Ыстық күнде шөлінді басатын пайдалы лимонад жасаймыз. Сол себептен видеоны соңына дейін қараңыздар. Қажетті заттар 2 лимон, 3 апельсин және де қант. Алдымен апельсинді жақсылап жуып, 1 сағатқа морозильникке саламыз. Содан кейін оны алып, кубиктеп тураймыз. Сақтау үшін блендерлеп аламыз. Немесе сіздер мясорубкадан өткізсеңіздер болады, ал егер ол болмаса, майдалап тураңыздар. Барлығын жақсылап, осылай кішкентай болғанша араластыратын боламыз. Осы арада біздің суымызды дайындап аламыз және де оттың астына қойып қоямыз. Оны біздің тамағымызға салып, үстіне 2 литр суымызды құямыз. Және де осы арада қантымызды салуды ұмытпаймыз. Қантымызды салып болған соң, біздің лимонымыздың шырынын аламыз. Оны 2-ке бөліп, өзіміздің қолымыздың көмегімен видеодағыдай сығып аламыз. Содан кейін оның барлығын сығу қажет, кейін біздің лимонадқа қосатын боламыз. Осы қайнаған лимонадымызды сүзгіден өткізіп аламыз. Және де оны қайта сол ыдысымызға құйып, үстіне 2 литр су құямыз. Міне осылай өте тез арада біздің 4 литр лимонадымыз шықты. Өте дәмді болып шығады, салқындатып ішсеңіздер керемет болады. Сондықтан осы видеоға лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Алтын қыз.